Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді жылдам дайындалатын, яғни 5 минутта дайындауға болатын өте жеңіл салатымыздың рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі көріп тұрғандарыңыздай қызыл үрме бұршақ, жүгері, қияр, помидор және де алдын ала пісіріп алған ет, сосын майонез керек болады. Ең бірінші қиярымызды осылай ұзыншақтап турап шығамыз. Туралған ингредиенттерімізді осылай бір ыдысқа саламыз барлығын бірге. Мінекей бірінші қиярымызды салып аламыз. Келесі тура осылай помидорымызды да тураймыз. Негізінен барлығының формасы бірдей болады. Міне тура осы формада келесі біз алдын ала пісіріп алған етімізді тураймыз. Мінекей ыдысымызға саламыз, осылай жинақтап. Енді үстінен жаңағы жүгерімізді және де үрме бұршағымызды саламыз. Керек ингредиенттердің мөлшері видеоның төмен жағында жазылған, соған қарап жасасаңыздар болады. Майонезімізді саламыз. Және де татымына қарай шым-шым тұз саламыз. Мінекей енді жақсылап араластырамыз. Толықтай араласу керек, түбіндегі қияр, помидор барлығы. Мінекей достар, 5 минутта дайын болатын өте дәмді тойымды салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.